Сәлем достар, келесі видеомда кездесіп отырмыз. Бұл жолы слайн деп аталатын ерекше және қызықты кино жайлы айтып беретін боламын. Ендеше видеоны бірге тамашалайық. Бұл біздің басты кейіпкеріміз Хиони. Ол дүниеге келген сәтінен бастап адамдардың басынан өріліп тұратын жұмбақ қызыл жіптерді көре алатын ерекше қабілетпен туған. Жас өскен сайын бұл жіптердің мәні мен мағынасы жайлы біртіндеп түсіне бастайды. Бұл жіптер бір-бірімен жақын қарым-қатынастағы адамдарды байланыстырып тұратын ерекше бір. Бала кезінен бастап бұл жіптерді көре алатын болғандықтан бейсаналы түрде сурет салып отырып, әкесінің басқа біреумен жақын қарым-қатынаста екенін байқататын сурет салып қояды. Мұны көріп қойған анасы ашуын тия алмай әкесін өлтірген. Уақыт өте келе, есейген сайын ол бұл қабілетінің ерекше қабілет емес, керісінше қарғыс екенін түсіне бастайды. Менің кесірімнен адамдар жарақат алып, тіпті өмірлерінен айырылып жатыр деп ойлап, өз-өзіне қол салмақ болады. Алайда неге екені белгісіз, оның барлық әрекеті сәтсіз болып, ойлағаны іске аспай қояды. Осылайша өз-өзіне қол сала алмайтынын түсінген ол осы қызыл жіптерді кім қандай мақсатпен жаратқанын және ең бастысы осы қарғыстан қалай құтылуға болады деген сұрақтардың жауабын табу үшін өмір сүруге бел байлайды. Осыдан кейін көрініс ауысып, оқиға біздің келесі басты кейіпкеріміз тергеуші жиге ауысады. Жиі өзінің немере қарындасы Санамен бірге тұрады, ал Сана мектепте үнемі өзгелердің мазағына ұшырап, қорлық көріп жүреді екен. Содан кейін жиі жұмыс орнында отырғанда шақырту түсіп, ол дереу оқиға орнына аттанады. Барған соң, соңғы кезде жиі орын алып жүрген құпиялы істердің бірі адам өлімімен байланысты қылмыс екенін анықтайды. Қылмыскер зорбалық жасамай жай ғана адамды тұншықтырып өлтіріп, ізін суытады. Осы істі тергей отырып, ол қаскөй тамақ жеткізу қызметінде істейтін, форма киген адам болуы мүмкін деген тұжырымға келеді. Сол кеште Хиони бүгінгі адам өлтіру жайлы жаңалықтарды қарап отырғанда, кенеттен форма киген бір адам оның назарын ерекше бұрады. Себебі ол өте сирек кездесетін, басында тек бір-ақ қызыл жіп бар жалғыз адам еді. Уайымға түскен Хиони терезеден сыртқа қарап тұрғанда, жаңалықтан көрген форма киген күдікті адамның көрші үйдегі бір әйелдің үйіне кіріп бара жатқанын байқайды. Абыржып кеткен ол дереу полицияға қоңырау шалып, форма киген күдікті адам көршімнің үйіне кіріп кетті деп хабарлайды. Алайда кейін белгілі болғандай, әлгі адам жай ғана көршісінің жігіті болып шығады. Сөйтіп мән-жайды білген соң, ұялғаннан Хиони бірден телефонын сөндіріп тастайды. Ал тергеуші Жи дәл Хионидің қарсы пәтерінде тұрады екен. Келесі күні таңертең жұмысқа шықпақ болып жатқанда, әріптесі оған бір қызық қоңырау түскенін айтып береді. Қоғамға әлі жарияланбаған қылмыскер тамақ жеткізуші форма киген адам болуы мүмкін деген ақпаратты ешкім білмеуі керек еді. Бірақ біреу дәл осындай киімдегі адам туралы хабар бермек болып, кейін айқасынан ойынан айнып, байланысын үзіп жіберді дейді. Жұмбақ қоңырау дәл өзінің қарсы пәтерінен Хиони тұратын үйден түскен соң, мұны естіген Жи жұмысқа барар жолда сол пәтерге кіре кетуді ұйғарады. Алайда есік ашқанда Хиони кешіріңіз, шатастырыппын деп жауап тастайды. Жи бұған таңырқап, бірақ мән бермей кетіп қалады. Кешке қарай тергеуші Жи әріптесімен отырып тамақтанып жатқанда, соңғы екі құрбанның бір адаммен байланысы болғанын байқап қалады. Онымен қоймай, әлгі адам тағы да сол қылмыс орын алған, яғни Жидің қарсы пәтеріндегі үйде тұратынын біліп, бірден баруға шешім қабылдайды. Алайда дәл сол сәтте Жиге шұғыл шақырту түсіп, өзі бара алмай, орнына серіктесін жалғыз жіберіп, артынша өзі де кешіктірмей баратынын айтады. Жидің әкесі алжып ауыратын қарт кісі ауруханада жататын еді. Осы кезде ол кенет жоғалып кетіп, бұл туралы Жиге хабарланады. Жи дереу барып қараса, әкесі шатырда өз-өзіне қол салмақ болып тұр екен. Бірақ қызығы, Жи оны құтқаруға ұмтылмай, жай ғана секіруін күтіп тұрады. Соңында дәрігерлер мен медбикелер келіп, әкесін аман алып қалады. Осы сәттен Жидің әкесімен қарым-қатынасы суық, жақын емес екені анық байқалады. Осы аралықта тергеуші Жидің серіктесі әлгі форма киген жігіттің үйіне әлдеқашан кіріп кеткен болады. Есігі ашық тұрған соң, ішке еніп тексере бастағанда, күтпеген жерден әлгі жігіт пайда болып, бірден полицияға шабуылдайды. Бақытына орай, серіктесі шабуыл басталмай тұрып Жиге қоңырау шалып үлгереді. Жағдайдың күрделі екенін сезген Жи бірден сол жерге қарай жолға шығады. Сөйтсе, әлгі форма киген жігіт нағыз қылмыскер екен. Жидің серіктесін жайратқан соң, көрші елдің үйіне кіріп бара жатқанын Хиони байқап қалады. Полицияға қоңырау шалмақ болғанымен, телефоны сөніп қалғандықтан, Хиони батылдық жинап, өзі тікелей көршінің үйіне кіруге бел буады. Хиони артынан кіріп, қылмыскерді тоқтатпақ болады, бірақ қатты абыржып, ештеңе істей алмай тұрып қалады. Пышаққа таласқан сәтте өзін жаралап алады. Дәл осы кезде Жи қылмыскердің үйіне келіп үлгереді. Қарсы пәтерден естіген айқай-шудан соң дер кезінде жетіп, қауіпті сәтте қылмыскерді тоқтатып үлгереді. Қылмыскердің өлер сәтінде бір қызық жайт байқалады. Ол да Хиони сияқты қызыл жіптерді көре алатын болып шығады. Бірақ айырмашылығы, қылмыскер бұл жіптерді арнайы көзілдірік арқылы ғана көрсе, Хиони туылғаннан бері табиғи түрде көре алатынымен өзгеше. Одан бөлек, бұл көзілдірікті қылмыскер қайдан қалай тапқаны белгісіз, бірақ оны жақында ғана иеленгені анық. Оның әрекеттеріне қарағанда, өзі бір қарым-қатынасына адал бір адамға шын берілген жан секілді көрінеді. Кездеп жүрген әйелдерінің көбісі басқа адамдармен де жақын қатынаста болғанын біліп, ашуға булығып, бұрынғы серіктестерін біртіндеп өлтіре бастаған секілді. Осы сәтте Хиони қылмыскердің көзілдірігі арқылы өзге адамдардың қызыл жіптерін көруге болатынын байқап, бұл көзілдіріктің ерекше қасиетін түсініп қалады. Осылайша бүгін болған оқиғалар Хионидің ой-пікірін өзгертіп, менің бұл қабілетім тек қасірет емес, керісінше адам өмірін құтқара алатын күш екен деген түсінікке келеді.
Дәл осы сәтте құпия бір қолдамадан мектепке кел деген хабарлама келіп, солайша бірінші бөлімі аяқталады. Екінші бөлім тергеуші Жидің қарындасы Сононың мектепте тағы да бұрынғы қорлық көрсетушілерден жәбір көруімен басталады. Бұл жолы әлгі бала Сононың сөмкесінен біреуге арнап жазған махаббат хатын тауып алып, бүкіл сыныпқа таратып масқаралайды. Бұған шыдамаған Соно бірінші рет ашуға булығып, әлгі балаға қарсы шығып, екеуі төбелесіп қалады. Дәл осы сәтте сыныпқа мұғалім кіріп келеді. Мұғалім биязы мінезді, әділ әрі жүрегі кең жан болғандықтан, Сононың үнемі қысым көріп жүргенін бірден байқап, қолдан келгенше көмектесуге бел байлайды. Соно мұндай жағдайларға үйреніп қалған әрі мұғалімнің ниетін түсінсе де, аса ашылып сөйлеспей, сол күні сабақтан рұқсат сұрап, мектептен шығайын деп жатқанда шкафындағы көзәйнекке көзі түседі, ештеңе ойламастан алып кетеді. Соно мұны байқап, қызығушылықпен көзілдірікті тағып көргенде, айналасындағы адамдар арасындағы қызыл жіптер анық көріне бастайды. Сыртқа шығып біраз серуендеген соң, ол бұл жіптердің мән-мағынасын түсіне бастайды. Алайда көзілдіріктің көмегімен ағасы Жидің бірнеше қызбен байланысы барын көріп шошып қалады. Бірақ Сононы назар ағасынан гөрі мектебіндегі адамдарға көбірек ауады. Келесі күні мектепке көзілдірігін тағып келген кезде, ол сынып жетекшісінің ешкіммен бұрын қарым-қатынаста болмағанын байқайды. Ең қызығы, үнемі өзін мазақтайтын қыздың мектептегі бір мұғаліммен тығыз, жасырын қарым-қатынасы барын көріп таңғалады. Осылай болып жатқанда, кенеттен Хиони Сононың сыныбына ауысып келеді. Хиони қалыпты өмірге оралуды шешіпті. Ал Соно екеуі бұрын бір мектепте бір мезгілде оқыған, яғни бұрыннан таныс болып шығады. Келген күні ақ Хиони Сононы әлгі мазақтаушыдан қорғап қалады. Осы оқиғадан кейін екеуі біртіндеп жақындасып, араларында жылы қарым-қатынас орнай бастайды. Осы уақытта Жи көзілдіріктің жоғалып кеткенін байқап, бұл қылмыскерге қатысты болуы мүмкін деп күдіктене бастайды. Зерттей келе, қылмыскер бір жыл бұрын Сононың мектебінде мұғалім болғанын біледі де, қосымша мәлімет алу үшін мектепке барып, сол кездегі ұстаздармен сөйлеседі. Қажетті ақпарат ала алмағанымен, қылмыскер бір жыл бұрын мұғалім болып жүрген кезінде бұл көзілдірікті тақпағанын анықтайды. Сондай-ақ қылмыскер жиі барып жүрген орындардың қызметкерлерімен сөйлесіп, бір қызық мәлімет естиді. Ол көбіне жалғыз келетін, масайып алғаннан кейін адамдардың басына қарап, сосын саусағына қарап, бірдеңені санап отыратын әдеті болғанын айтады. Ал осы арада шынайы қабілетін меңгеріп үлгерген Соно өзін үнемі мазақтайтын қыздың мұғаліммен қарым-қатынасы барын біліп, оларды жасырын суретке түсіріп, сол арқылы қорқытпақ болады. Алайда әлгі қыз мүлде мән бермейді. Өйткені бұл жағдай әшкере болса, бүкіл жауапкершілік мұғалімге ғана түседі, ал оқушының өзіне аса қауіпті ештеңе жоқ екенін ол жақсы түсінеді. Бұл жағдай Сононың қате адамды таңдағанын көрсетеді. Мұны түсінген соң, ол бірден бағытын өзгертіп, енді мұғалімді қорқыта бастайды. Егер 20 миллион вон бермесеңіз, сіздердің қарым-қатынастарыңызды әшкерелеймін деп қоқан-лоғы көрсетеді. Уақыт өте келе Соно тек осы екеуі емес, барша адамдардың жасырын байланыстарын біліп, оларды да бопсалап ақша таба бастайды. Осылайша Сононың мінезі күрт өзгеріп, ол біртіндеп басқа адамға айнала бастайды. Бұның бәрін сырттай бақылап жүрген Хиони көзілдіріктің қауіпті екенін түсіндіріп, Соноға тақпай-ақ қойсаң болмай ма деп өтінеді. Бірақ ерекше күшке ие болған Соно әрине бұдан бас тартады. Кешке қарай Соно жігітімен қыдырып жүргенде көзілдірігінің кенеттен жоқ болып кеткенін аңғарады. Кім қалай алып кетті екен деп ойланып тұрғанда, шын мәнінде көзілдірік жайлы сөйлесіп жатқанын, Сононы үнемі мазақтайтын қыз жасырын тыңдап жүргені белгілі болады. Мұндай жаңалықты естіген соң, әлгі қыз қарап отырсын ба, бірден көзілдірікті ұрлап кетеді. Ал Соно болса күдікпен ең алдымен Хиониге хабарласады, бірақ Хиони шындықты айтып, мен алған жоқпын деп жауап береді. Ол тура Хиониге бармақшы болса да, мұғалімді қорқытып тапқан ақшаны алатын болғандықтан мектептен шығып саған баратын боламын деп қоңырауды қоя салады. Осылайша Соно мұғалімге барып кездеседі. Мұғалім, уақыт берші, өтінем деп жалбарынады. Сол сәтте телефонына хабарлама келеді. Кімнен екен деп қараса, әйел екен. Әлдекім әлгі мұғалімнің оқушымен болған құпия қарым-қатынасының суреттерін әйеліне жіберіп қойған болып шығады. Бұл суреттерді Соно жібермегенімен, мұғалім үшін кінәлі адам бірден түсінікті, ол бәрін Соно істеді деп ойлайды. Ашуға булыққан мұғалім ақылына ие бола алмай, ақыры Сононы биіктен итеріп жібереді. Соно құлап жатқан сәтте, оған алаңдаған Хиони дәл сол кезде мектепке келіп жетеді. Алайда өкінішке қарай, бәрі тым кеш болған еді. Осы ауыр көрініспен сериалдың екінші бөлімі аяқталады.